Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздердің назарларыңызға бейне сабақ ұсынып отырған мен Қарағанды қаласы Абай атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі және әдебиет пәндерінің оқытушысы Сауманбаева Арайлым Тештікбаевна. Қазақ әдебиеті 10-шы сынып. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасындағы кейіпкерлер бейнесі тақырыбы бойынша берілген үй тапсырмасы. 5 сөйлем арқылы өз ойыңды толықтыр. Алғашқы ұстаз шығармасы бойынша бір кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, кестені толтырыңдар. Дескриптор. Кейіпкер бейнесіне талдау жасайды. Кестедегі мәліметтерді 5 сөйлеммен береді. Өткен сабақты пысықтау. Сұрақ-жауап әдісі. Дескриптор. Повестің алғашқы ұстаз деп аталғанына түсінік береді. Повестегі көтерілген мәселелерге тоқталады. Құрметті оқушылар, менің сұрақтарыма жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Повест неліктен алғашқы ұстаз деп аталған? Екінші сұрақ. Дүйсенге басқа ауыл адамдары неге тісін батыра алмады? Себебі не деп ойлайсыңдар? Үшінші сұрақ. Алтынайдың өз ойын алғаш рет батыл жүзеге асыруы оның болашағына қалай әсер етті? Төртінші сұрақ. Алтынай бейнесін өздерін оқыған қай шығармадағы кейіпкермен салыстырар едіңдер? Оқушылардың болжамды жауаптары. Бірінші. Повест алғашқы ұстаз деп аталған. Өйткені Дүйсен Алтынайдың білім алуына жол ашқан алғашқы мұғалімі болды. Ол ауылдағы балалардың оқып, сауат ашуына үлкен үлес қосты. Екінші. Дүйсенге ауыл адамдары тісін батыра алмады. Өйткені ол қарапайым болса да, өз ісіне берік, табанды адам еді. Оның мейірімділігі мен әділдігі де ауылдастарының оған қарсы шығуына кедергі болды. Үшінші. Алтынай алғаш рет өз ойын батыл жүзеге асырып, білім алу жолында күресті. Бұл оның болашағына үлкен әсер етті. Өйткені ол жоғары білім алып, өз өмірін өзгерте алды. Төртінші. Алтынай бейнесін Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романындағы Ақбілекпен салыстыруға болады. Екеуі де қиын тағдырларын жеңіп, бақытқа жеткен кейіпкерлер. Жаңа сабақ. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесіндегі дәуір шындығы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау. Сабақ мақсаты. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындайды. Өмір шындығы мен кейіпкерлер тағдыры арасындағы байланысты талдайды. Автордың көтерген әлеуметтік мәселелерін саралайды. Қызығушылықты ояту. Миға шабуыл әдісі. Бірінші. Дәуір шындығы дегеніміз не? Екінші. Авторлық идея дегенді қалай түсінесіңдер? Үшінші. Сол кездегі ауыл өмірін қалай елестетесіңдер? Дескриптор. Дәуір шындығы мен авторлық идеяны түсінеді. Ауыл өмірі туралы ойларын айтады. Болжамды жауаптар. Дәуір шындығы шығарма оқиғасы суреттелген уақыттағы заман келбеті. Авторлық идея жазушының оқырманға жеткізгісі келген негізгі ойы. Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасындағы ауыл өмірі қарапайым, тұрмысы төмен, ескі дәстүрлерге берік ауыл. Ауыл адамдары білімге әртүрлі көзқараспен қараған. Бірі қолдаса, енді бірі қарсылық білдірген. Тапсырма орындау қажеттілігі ескеріле отырып, алғашқы
ұстаз шығармасының желісі бойынша түсірілген алғашқы ұстаз фильмінен үзінді ұсынылады. Түнекке түскен сәуле. Ғалым ұйықтап жатқан жоқ. Ал сіздер ұйықтап жатырсыздар. Сатқындар. Қараңғылықтың күлкісі. Ат қорадағы білім ордасы. Кетпейін, бұл біздің мектеп. Солай деші көрмек. Жанының барында үйге бар. Білім нәрінің алғашқы дәмі. Мәскеу 1, Ташкент 2, Бішкек 3. Жарайсың, Суан. Жаңалықтар жайлаған дала дәуірі. Жүр, бұл көлік, түсінесің бе? Паровоз. Жан дүниесі тоналған мұғалім. Маған ерік берсе, мен сендердің көздеріңді шұқып, құлақтарыңды кесіп, тілдеріңді жұлып алатын едім. Өйткені сендер өз балаларыңа жаусыңдар. Иә, мен жаман ұстазбын, бірақ қазірше басқасы жоқ сіздерде. Алғашқы ұстаз. Түнекке Бірінші топ тапсырмасы. Автор оптимист. Рафт әдісімен талда. Дескриптор. Автордың оптимистік идеясын табады. Автор идеясын өмір шындығымен байланыстырады. Шығармашылық жұмыс орындайды. Оқушылардың болжамды жауабы. Рөл. Оқырман оқушы. Аудитория. Сынып. Форма. Ой толғау. Тақырып. Қараңғылыққа қарсы шыққан алғашқы ұстаз. Алғашқы ұстаз шығармасы күрескер мұғалім бейнесін көрсете білген үздік туынды. Шығармада Дүйсен Қартаңбай деген қарт пен Сайқал деген апаның үйінде тұрады. Бірде Қартаңбай қарт Дүйсенге: «Бала оқытып саған не керек? Одан да жалданып қой бақсаң, ең болмағанда тамағың тоқ болар еді ғой», деп айтады. Сонда Дүйсен: «Ондай болса, балаларым оқу мәнін түсінбей қалады», деп жауап қатады. Осы үзіндіден біз Дүйсен үшін өзінің пайдасын ойлау емес, бірінші кезекте ауыл балаларының келешегі маңызды болғанын және Дүйсен тарапынан балаларға деген нық сенімді көре аламыз. Екінші топ тапсырмасы. Автор реалист. Ойларыңды Поппус формуласы арқылы білдіріңдер. Дескриптор. Автордың реалистік идеясын табады. Авторлық идея мен өмір шындығын байланыстырады. Дәлелдемелер келтіреді. Менің ойымша, тұңғыш ұстаз повесі ұстаздың адам өміріндегі маңызды рөлін көрсетеді. Өйткені Дүйсен қарапайым, білімі аз болса да Алтынайдың болашағына жол ашты. Білім алуына қол ұшын созды. Мысалы, егер Дүйсен ауылға келіп мектеп ашпағанда, Алтынай да басқа ауыл қыздар сияқты ерте тұрмысқа шығып, бақытсыз өмір сүрер еді. Сонымен, бұл шығармада қараңғы ауыл тұрғындарын өзгертуге тырысқан ұстаздың әрекеті шынайы суреттеледі. Үшінші топ тапсырмасы. Автор патриот. Балық қаңқасы тәсілі арқылы берілген тақырыпты шығарма мазмұны бойынша автор идеясы мен өмір шындығына байланысты себептер мен дәлелдемелер тауып қорғайды. Дескриптор. Автордың патриоттық идеясын анықтайды, тақырыпты ашатын дәлелдемелер келтіреді, себебін анықтайды, қорытынды шығарады. Проблемалық сұрақ. Ауылдағы қараңғылықты жеңу үшін білім мен жаңашылық қаншалықты маңызды? Дәлелдеме. Бірінші, халықтың білім алуына алғашқы ұстаздың көмегі. Екінші, Дүйсеннің арқасында Алтынайдың білім алуы. Үшінші, барлық ауыл балаларының білім алуы. Себебі, бірінші, Дүйсеннің рөлі жаңа өмір бастауы. Екінші, Алтынайдың тағдыры. Үшінші,
ауылдың өзгеруі. Қорытынды: ауылдағы қараңғылық тек сауатсыздық қана емес, ескі көзқарастар мен мүмкіндіктердің шектеулі болуы да болды. Дүйсеннің әрекеті арқылы Шыңғыс Айтматов білім арқылы қараңғылықты жеңіп, болашаққа жол ашуға болатындығын дәлелдейді. Дүйсен барлық қиындықтарға төтеп беріп, ауыл балалар үшін аянбай еңбек етеді. Өзінен гөрі өзгенің тағдырын жоғары қояды. Барлық оқушылар шығарма мазмұны бойынша свод талдау жасайды. Дескриптор оқиғаның күшті, әлсіз жақтарын және мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтайды. Өзіндік ой қорытынды жасайды. Болжамды жауап: шығарманың күшті жақтары Дүйсеннің аз ғана білімі болғанымен ауыл балаларын оқытуға деген ерекше құлшынысы. Әлсіз жақтары ауыл тұрғындарының Дүйсеннің бастамасына қарсы болуы. Мүмкіндіктері Дүйсеннің арқасында ауыл балаларының сауатының ашылуы. Қауіптер сол кездегі көп балалардың білім ала алмай қалуы. Балалар, бүгінгі сабақтағы мақсатымызға жеттік пе? Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындадық. Өмір шындығы мен кейіпкерлер тағдыры арасындағы байланысты талдадық. Автордың көтерген әлеуметтік мәселелерін сараладық. Олай болса, сабақ мақсатына жетті. Үйге тапсырма: алғашқы ұстаз шығармасындағы авторлық идеяның бүгінгі өмірмен байланысын шығармашылық жұмыс етіп жаз. Шығармашылық жұмыстың жанрын әркім өзі қалайды. Оны эссе, ой толғау, әңгіме түрінде жазуға болады. Сабақ соңында оқушылар рефлексия жасап, сабақтың қызық, құнды, қиын тұстарымен бөліседі. Сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.